Сәлеметсіңдер ме, ізденімпаз балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 93-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгін біз математикалық мазмұндағы, яғни пікірлер ақиқат және жалған екені жайлы сабақтар өтетін боламыз. Бірінші есеп, жер сілкінісі кезінде деген сөздермен өз пікіріңді құрастыр. Олар қандай пікірлер болады? Яғни бізде жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер көрсетілген, енді осыларды сөйлем етіп пікір ретінде таныстыратын боламыз. Жер сілкінісі кезінде заттардан алысырақ тұру керек. Жер сілкінісі кезінде үстіңе зат құламас үшін үстел астына жасырынуға тырысу керек, болмаса жасырыну керек. Қауіпсіздік мақсатында есіктің жақтауына тұру керек. Және де мүмкіндік болған жағдайда жер сілкінісінде ғимараттан сыртқа шығып кету керек. Екінші есеп, мына пікірлер дұрыс па, анықтап көр дейді. Яғни бізде 15 саны 5-тен 3 есе артық дейді. Теңдеуді шешу дегеніміз оның түбірін табу дейді. Кез келген шаршы тік төртбұрыш болып табылады. X минус алынған 3 санынан кем минус а, x белгісіз сан анықтауға келмейді. Қандай жағдайда мұны анықтай алмайсың? Бұл жерде барлығы ақиқат пікір. Себебі 5-тен 5-ті 3-ке көбейткенде 15 саны осылай, яғни ережелеріне сай келіп тұр. Үшінші есеп, математикалық жазбалар бойынша пікір құрастыр. Олардың қайсысы дұрыс және қайсысы бұрыс? Яғни 12 көбейтілген 6 шын мәнінде де 72-ге тең болады, сол үшін ақиқат болады. 185-тен 97 яғни кіші, бұл да ақиқат, 187 үлкен болып тұр. 324 үлкен 305, яғни бұл жерде 324 үлкен, сондықтан бұл жалған ақпарат. Ал 47-ні алынғанда 39-дан алғанда 18 деп тұр. Бұл жерде де жалған ақпарат. Бізде мәні 8-ге тең болады екен. 4. Ақиқат пікірлерді оқы дейді. Бұл жерде яғни дауыл кенеттен соғатын күшті жел екендігі жалған деп тұр. Бұрқасын жел күшімен қарды ұйықта соққан боран екендігі жалған. Көшкін тік біткейлерден қардың жылжуы екендігі жалған. Сел, су, құм, тастан тұратын екпінді су тасқыны екендігі жалған. Бұл жерде барлық сөздердің соңында екендігі жалған деген сөздің бар болғаны үшін бүкіл ақпарат жалған болады. Ал егерде сол екендігі жалған деген сөзді алып тастасақ, онда ақпараттарымыз ақиқатқа айналады. Яғни біз бұны алмастырып, жел екендігі рас, жел екендігі ақиқат деп алмастырсақ болады. Сонда біздің ақпаратымыз ақиқат пікірге айналады. 5-ші есеп, берілген жазбалар бойынша пікірлер құрастыр. Олардың ақиқат па, жалған ба, тура теңдіктер мен теңсіздіктер жаз дейді. Біріншісінде 8 көбейтілген 9 63-ге тең болады дейді. Бізде бұл жерде қате мән, сол үшін жалған болады. 24 бөлінген 3 8, шын мәнінде 8-ге тең болатын болғандықтан бұл ақиқат пікір. 16 қосылған 8 бөлінген 4 20-ға тең болады дейді. Бұл жерде мәні 20 шықпайды. Яғни қай амалмен орындасақ та бізде 20 мәні шықпайды, сол үшін жалған ақпарат. 2 метр және де 200 сантиметр. Бұл жерде 2 метр 200 сантиметр екеуі бір-біріне тең. Сол үшін жалған ақпарат. 3 минут 300 секундтан үлкен деп тұр. Бұл жерде де екеуі бір-біріне тең болмайды. Жалпы 300 секунд үлкен болады, сондықтан жалған ақпарат болады. 3600 бөлінген 100 бөлінген 36 нөлге тең болады дейді. Бұл жерде нөлге тең болмайды. Кез келген санды өз-өзіне бөлгенде білетініміздей бір шығады, сондықтан жалған ақпарат болады. Ал астында негізгі яғни мәндерін көрсетіп өтетін боламын. 6-шы есеп бойынша өрнек жас. Есепте артық мәліметтер бар ма дейді. Арақашықтығы 880 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы 2 пойыз шықты. Бірінші пойызда 15 вагон бар, ал екіншісінде одан 2 вагон артық. Біріншісі пойыздың жылдамдығы 50 км сағат, ал екіншісінікі 60 км сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі?
Жалпы біздегі артық мәлімет бұл вагондардың саны, бұл бізде есепте ешқандай да көмектеспейді. Ал жалпы пойыздардың қанша сағаттан кейін кездесетініне келетін болсақ, бірінші жылдамдықтарының айырмасына, яғни екеуін қосамыз. Жалпы жылдамдық бізде 110 км сағатқа тең болады. Енді уақытты табу үшін жалпы жолын 880 км-ді бөлеміз осы 110 км сағатқа жылдамдыққа. Сонда бізде 8 сағатта пойыздар кездеседі екен бір-бірімен. Жетінші есептек ақиқат пікірлерді көшіріп жаз дейді. Яғни 7 санын 6 есе арттырып 42 санын алдық дейді. Бұл ақиқат болады. 64-ті 8-ге бөлгенде 7 саны шықты дейді. Бұл жалған болады, яғни мәні 8-ге тең болады. 9 бен 8-дің қосындысы 17-ге тең дейді. Бұл ақиқат ақпарат. 9 бен қосындысы 21-ге арттырып 30 санын алдық дейді. Бұл жерде ақиқат болады. 9 көбейтілген 7, яғни көбейтіндісі 81-ге тең дейді. Бұл жерде жалған ақпарат. 63-ге тең болады шын мәнінде. 48 бен 6 сандардың бөлінісі 8-ге тең. Бұл ақпарат, яғни ақиқат ақпаратқа. Ал азайтқыштан кіші, яғни бұл жалған ақпарат. Енді өзің осыған ұқсас ақиқат және де жалған пікірлер құр дейді. Бұл жерде біз, яғни 54 бөлінген 6 тең 9-ға тең болады деп, болмаса 65 қосылған 24-тен 89-ға тең болады деп, болмаса 78 алынған 33 және 46-ға тең болады деген сандар алсақ болады. Жанында ақиқат және де жалған екендігі жазылған. Болмаса кез келген сандардың қосындысын, көбейтіндісін, бөліндісін, азайтылуын жазып, ақиқат және де мәндерін алмастырып, жалған етіп жазсаңдар болады. 8-ші есеп ойлан және жауап бер. Аю, қасқыр және түлкі алаңқайда әңгімелесіп тұрды. Аю, түлкі ең қу аң емес деді. Түлкі, мен аюға қарағанда қумын деді қасқыр. Түлкі маған қарағанда қу деді. Ең қу аң өтірік айтқан болса, ал қалғандары шындығын айтты. Ең қу аң қайсысы? Бұл жерде аю, яғни түлкі ең қу аң емес деп шындығын айтып тұр, Ал түлкі мен аюға қарағанда қумын деп тұр. Яғни осы екеуінің айтқаны рас болса, түлкі маған қарағанда қу деген қасқырдың айтқаны өтірік болады. Сонда ең қу аң қасқыр екен. Мына жерде қате жазылған, балалар. Кешіріп қойыңыздар. Келесі есеп математикалық жазбалардан пікірлер құрастыр және жаз. Осы пікірлердің ақиқаттығын анықта. Яғни 120-дан үлкен 120 үлкен 130, бұл жерде 130 үлкен, сондықтан жалған ақпарат. 90 үлкен 20-дан ақиқат ақпарат. 60 кіші 50-ден жалған ақпарат. Керісінше болады. 90 үлкен 70-тен ақиқат ақпарат. 150 кіші 80-нен жалған ақпарат болады. 810 кіші 90-нан жалған ақпарат екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, назарларыңа рахмет. Сабақта 5 алуларыңа тілектеспін.